Андай мәселе бар екен да, адам ішкен жегені адалынан таза болатын болса, оның дұғасы, тілектері тез қабыл болатын болады. Ол бүкіл мына денесіндегі мүшесі, жалпы денесі адал ішіп жеумен, үнемі адал ішіп жеумен күмәнді нәрселерден таза болатын болса, оның жүрегі де тазарады. Жүректі тазарту үшін Алладан кешірім сұрап күнделікті истихфар айтып, амал жасаған адамның жүрегі не болады? Тазалана бастайды екен, ағара бастайды. Тазарған жүректен адамның ойы өзгеріп, жаман ой емес, тек қана жақсы ойды ойлай бастайды. Ал енді кейбір адамдар ішкі жан дүниесі, жүрегі таза болмаса, не болады? Жақсы нәрсені көріп тұрса да, ол жаман ойды ойлап тұрады. Өйткені адамның ішкі несі, жүрегі таза болмаған екен барып, жаман ойға алып келетін жағдай, ол не болады? Адам жүрегін жаман ойға алып келуге бір себеп болатын жағдайлар бар. Сондықтан да жүректі тазалау деген өте маңызды нәрсе. Жүректі тазалайтын болса, әрбір адам жүрегін тазалайтын болса, не болады? Қоғам, жалпылама қоғам солай болатын болса, елдің түзеленуіне себеп болады.